Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді көрнектің рецептісімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге айран, жұмыртқа, ұн, сары май, тұз, шекер керек. Ұнға алдын ала 1 шай қасық қопсытқыш араластырып аламыз. Қамырды илеп болған соң 10-15 минут демалдырамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Тауықтың төс етін соломка етіп турап аламыз. Қызып тұрған табаға пісте май құямыз. Қыздырып, пияз салып қуырамыз. Пиязымыз қуырылған соң тауық етін салып қызартып қуырамыз. Бір ас қасық томат саламыз. Араластырып қуырып болған соң дәміне қарай тұз, бұрыш салып араластырамыз. Қатты қуырмаймыз, тауық еті пісіп кетпеу керек. Ал енді басқа табаға кішкене май құйып, қыздырып, жұмыртқадан 2 блинчик жасап аламыз. Қамырымызды үлкен және кішкентай етіп 2 бөлікке бөлеміз. Алдымен үлкен қамырымызды думалақ етіп жайып, диаметрі 28 см болатын формаға жайып төсейміз. Сосын кішкентай қамырды жайып дайындап аламыз. Енді формадағы қамырға жұмыртқадан жасалған блинчигімізді қойып, үстіне қуырылған тауығымызды саламыз. Үстіне екінші блинчигімізді қойып, кішкентай қамырмен бетін жауып, видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп өріп шығамыз. Жұмыртқаның сарысымен бетін жағып шығамыз. Ортасын көтеріліп кетпеу үшін пышақпен кішкене етіп кесеміз. Духовкаға 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Біздің көрнек дайын, дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.